Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен тартар соусын дайындаймыз. Ол үшін бізге майонез, тұздалған қияр, петрушка және сарымсақ, немесе орысша айтқанда чеснок керек болады. Осы ингредиенттердің барлығын енді блендерға саламыз. Қиярымызды, чесногымызды, петрушкамызды және майонезімізді. Майонез менде үй жағдайында дайындалған қолдан жасалған майонез. Бұл майонездің рецебін менің YouTube арнамнан көре аласыздар. Оған сілтемені описанияға қалдырып кетемін. Осылардың барлығын енді блендермен жақсылап тұрып айналдырып аламыз. Мінекей осымен біздің тартар соусымыз дайын болды. Көпшілікке ұнайтын өте керемет соус, сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Достар, менің видеомды соңына дейін көрсеңіздер, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.